Сәлеметсіздер ме әріптестер? Бүгін мен Articulate Storyline программасы туралы түсіндіретін боламын. Бүгін бізде бірінші сабақ, яғни Articulate Storyline программасын қай сайттан тегін жүктеп алуға болатыны туралы, және де оны қалай ноутбук немесе компьютерге орнату туралы түсіндіретін боламын. Бірінші біз осы сайт арқылы Articulate Storyline программасын жүктеп аламыз тегін. Бұл сайттың сілтемесін төменде қалдыратын боламын. Видео соңында біз скачать кнопкасын басу арқылы программаны жүктейміз. Және де бізде бұл жерде екі түрлі вариант. Қайсысын таңдасаңыздар да айырмашылық жоқ. Бұл жерде официальный сайттан тарта берген дұрыс. Бізде сол кезде төменде жүктелетін болады. Размері, яғни памяті сәл үлкендеу, бір 10-15 минут күтуге тура келеді. Қазір бізде жүктеліп жатыр. Мінеке бізде программаны жүктеп болды, енді оны орнатайық. Бізде Storyline 3, яғни бұл жерде бұл программаның түрлері бар. 2 және 3 және 360. 3 пен 3-ші версиясымен 360, яғни екеуі бірдей. 2 ол ескі вариант болып, ескі версиясы болып табылады. Енді программаны орнатайық. Мына жерде оң жақта тілдері, бұл жерде орыс тілі жоқ, ағылшын, испан, франция, және Қытай немесе Корея тілі, және мына жерде неміс тілі болу керек, немесе Дания. Енді жүктейік. Кнопкасын басамыз, және де бізде қазір жүктеліп жатыр. Осы компьютерге орнатылып жатыр. Сәл күтеміз. Бізде қазір жүктеліп жатыр. Қазір бізде жүктелді десек те болады. Қазір аз ғана уақыт қалды. Бізде болды. Жүктеліп, орнатылып. Бізде мына жерде осы программаның чөгі шықты. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақтарда сіздерге осы программаның интерфейсі мен жалпы осы программа туралы түсіндіретін боламын.